тарихы терең, тағылымы мол, қара шаңырақпен алған білім ордасы Шығыс Қазақстан көпсалалы колледжінің 80 жылдық мерейтойына арналған салтанатты мерекеге қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме, құрметті Шығыс Қазақстан Шығыс Қазақстан түлектері. Енді біз айтайын дегеніміз, біздің 80 жылдық биыл колледж мерейтойы. 80 жылда 10 мыңдай студенттер шықты. Осы жерден түлектермен біз қатынасамыз, бәрімен қатынаспаймыз деп айтамын бәрімен. Енді көптермен қатынасамыз, келіп тұрады, осыларда көмек көрсетіп тұрады. Одан біздің балалар практикаға барып тұрады. Сол производство практикаға барып солардан өтеді. Одан кейін соцпартнерлер бізге материальный көмек көрсетеді. Құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, мен 80 жылдықпен құттықтаймын. 80 жылдықта енді талай жаңа айтып кеткендей түлектер көп болды. Қазіргі уақытта енді көп сал деп атын өзгерттік. Дегенсеңіздер, заманға сай, енді ауыл шаруашылықтан енді кісілер балалар шын айту керек, аз керек. Сол үшін біз көп сал деп ашып, былтыр IT аштық, лесной аштық, балалар келіп жатыр. Биыл біз міне авиашқа жатырмыз, безопасность и техник механик, авиатоп ашқа жатырмыз специалист. Соған қазір уже балалар алдын ала уже келіп жатыр, оқуға түсеміз деп. Одан кейін біз авиа академиямен байланыстамыз, оларға шартқа отырдық, бітіргеннен кейін сонда барып түседі. Одан кейін біздің авиаотряд бар Өскеменде, областной. Соған шартқа отырдық, оларға барып практика өтеді сол жерде. Соцпартнер біздің. 2024 жылы экс-әкіміміз Көшербаев Ермек Беделбайұлының тапсырмасымен біздің колледж базасында 3 мамандық ашуға тапсырыс берілді. Ол зоотехния, әуе тасымалын ұйымдастыру және техникалық әуе кемесін техникалық қамтамасыз ету және жөндеу бойынша осы 3 мамандық бойынша жаңа мамандықтар ашу барысында біздің жатақхананы айтып өткім келеді. Жатақханамызда балаларға толық барлық жағдай жасалған. Балалар 3 уақыт тегін тамақпен қамтылған, таңғы астары бар, кашасымен, ботқасымен компотын ішсе таңғы аста, түсте барлық 1-ші, 2-ші, 3-ші деген ыстық тамақпен қамтылған. Ал кешкі асқа келер болатын болсақ, ай сайын осы балаларға әлеуметтік пакет таратылады. Қабаты бар, картоптары бар, макароны, тағы сол сияқты керекті продуктылар бар. Және де сол жатақханада плиткалары бар, холодильнигі бар, балалар өздері тамақтан жасап ішіп, қалған сол тоңазытқышқа сақтап қоюға. Біздің жатақханамыз тегін және әр секцияға бөлінеді, этажда секцияға бөлінеді, бір секцияда 4-6 бөлмеден бар. Сол әр бөлмеге өздерінің жуынатын душ бөлмелері бар, душевой, әр несінде жуынатын раковиналар бар, кірлеп қалған киімдерін жуатын прачечный бар. Өте жақсы. Біздің балалар айтып өтетін болсақ, облыстық, аймақтық, республикалық конкурстарда үнемі жүлделі 1-ші, 2-ші орындарға ие болады. Оның себебін айтар болсақ, бізде ауыл шаруашылығын механикаландыру мамандығы бойынша бізде жас мама жоба бойынша барлық керек жарақ техникамен жабдықталған.
не только профессионально развивают эту отрасль, но они своими руками кормят страну. Сотрудничество, которое сегодня будет и уже определено в меморандуме, я думаю, оно даст хорошие результаты в очень короткое время. Сіздердің тікелей бағыттарыңыз сол жұмысшы кадрларын дайындау. Қаншалықты сапалы, қаншалықты білімді маман шығарып отырғандарыңызды бүкіл өзіміздің облыс бүгін көзін жеткізіп отыр. Қосымша ашылып жатқан тағы да екі бағыттарымыз. Бұл тек Шығыс Қазақстанның өрісін ғана кеңітіп қоймайды. Бүкіл өзіміздің республикамыздың жаңа бағытын айқындап, жаңа мамандарды енгізеді. Өрістеріміз кеңей берсін, жұмыстарымыз жемісті бола берсін. Ал енді кәсіподақ тарапынан өзіміздің аздаған сый-сияпатымызды қабыл алуға рұқсат беріңіздер. Кәсіподақ мүшелеріне арнап, ол кісілердің осы жақсы демалысын ұйымдастыру мақсатына арнап сіздерге мерейтойларыңызға орай 100 мыңның сертификатын табыстауға